Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге балаларыңызға ұнайтын ерекше жаңа жылдық печеньенің рецептісін көрсететін боламын. Жасалуы өте оңай. Бір штук жұмыртқамызды жарып аламыз, үстіне 100 грамм қантымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл печеньені үйдегі бар заттармен жасап дайындасаңыздар болады. Құрамы өте қарапайым. Одан кейін 50 грамм сұйық майымызды құямыз. Бөлме температурасындағы 120 грамм сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін қопсытқышымызды ұнымызға араластырамыз. Ұнымызды бөліп салатын боламыз. Бірінші осылай шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымыз қою массаға айналғанша осылай бірінші шанышқымен қамырымызды қоюлатып аламыз. Қамырымыз қою болғаннан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды жұмсақ қамыр еліп шығатын боламыз. Мен 250 грамм ұн қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей видеода көргендей ұнымыздың басы бір-бірімен бірігуі керек. Одан кейін ұн сеуіп қамырымызды жаятын боламыз. Құрметті достар, менің каналымда өте оңай, қарапайым рецепттер өте көп. Сондықтан менің каналыма міндетті түрде жазылып алыңыз және төмендегі видеоларды көріп шығуға кеңес беремін. Сонымен қатар жаңа жылдық рецепттер өте көп. Одан кейін қамырымызды орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Арнайы формамен дөңгелек етіп кесіп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Шоколадымызды арнайы осындай пакетке саламыз, ерітіп аламыз. Пакетіміздің ұшын жіңішке қылып кесіп аламыз. Қалың қылып кесіп жібермеңіздер, себебі салған кезде сіздердің суреттеріңіз қалың болып кетуі мүмкін. Сол үшін мүмкіндігінше кішкентай ғана ұшын кесіп жібереміз. Және M&M'стің осындай қызыл түсін алып аламыз. Осындай әдемі бұғының суретін салып шығатын боламыз. Бірінші екі көзін салып аламыз, одан кейін мүйіздерін салатын боламыз. Осылай біздің печеньелерімізге суреттерді салып шығамыз. Суретті салатын кезде алдын ала суретке бір қарап алыңыздар. Көздеріңізді жаттықтырып, мінекей бірінші бір сызық сызып, екі жанына тағы да сызатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Балаларыңыз қызығып жейтін печеньелердің бірі болады. Осымен біздің печеньеміз дайын болды. Сіздерге және сіздің балаңызға ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, ас болсын.